Мұхтар ата, бүгінгі әңгімелесу шерх тарқату кешіне қош келдіңіз. Бүгінгі таңда өзіңіздің қазақтың қоғамында, қазақтың тарихында орныңыз бөлек, өз тұғырыңызды, өз ізіңізді бұл қазаққа сіңірдіңіз, еңбегіңізді етіп келе жатсыз. Әз Наурызды қазаққа жеткізгеннің тұлғалардың бірі өзіңізсіз. Осы тұрғыда Әз Наурызды мына өскелең ұрпаққа тарихын, бұл Совет өкіметінің кезінде қалай оны алып шықтыңыздар, өзінің тұғырына өткіздіңіздер, отырғыздыңыздар, және де жас ұрпаққа өзіңіздің насихатыңызды, Наурыздың мән мағынасын түсіндіріп өтсеңіз деген бізде тілек. Осы туралы, Наурыз туралы жалпылама айтып берсеңіз ата. Наурыз мерекесіне тең келер мереке жоқ. Бұл өзгеше мереке, өзгеше той. Сондықтан Наурызды мен ерекше үлкен құрметпен қараймын Наурызға. Наурыз мерекесін тірілткен мен ғой. Енді Наурыз бұл өзі толып жатқан төңірегінде өте үлкен мәселелер бар. Наурызға тыйым салынған. Сол кезде қазақтың көп адамдары Наурыз мерекесін жасырын түрде тойлап келген. Сол кезде мен Колбинге арнайы хат жаздым, Наурыз мерекесін арнайы тойлайық деп. 1988 жылы. 88 жылы. Сол кезде мені екі адам қолдады. Нұрсұлтан Назарбаев және Өзбекәлі Жәнібеков. Екі адам. Сол кезде Колбин айтты, біз Наурызды тойламайтын болдық деді. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы болды. Сол желтоқсан оқиғасын бүкіл басы қасында жүрген менмін. Енді сол кезде желтоқсан оқиғасында қатысқан адамдардың барлығын алаяқтар деп атады. Енді мен бүкіл соған мен түгелдей қарсы болдым. Енді бүкіл халықты маскүнемдер, нашақорлар деп айтты. Сол кезде мен бұған түгелдей қарсы шықтым. Егер Наурыз мерекесі тойланбаса, онда екінші желтоқсанға айналады. Онда үлкен қасіретке айналады дедім. Егер сіз Наурыз мерекесін тойлауға рұқсат берсеңіз, бүкіл халық онда сізге басқа көзбен қарайды дедім. Горбачевпен ақылдасайын деді. Мен Наурыз мерекесін қалай тойлауды содан сұрайын деді. Наурыз мерекесі адам мен адамды, ұлт пен ұлтты жақындастыратын өзгеше мереке. Бұған тең келетін мереке жоқ. Наурыз мерекесінде адамдар далаға шығып ағаш егеді. Сонда да басқа да үлкен Наурызға байланысты өздерінің мінездерін көрсетеді. Сондықтан Наурызға тең келетін мереке жоқ. Осы Наурыз мерекесін тірілткенінде қаншама адамдар соған тілектес болды, ниеттес болды. Тіптен маған қарсы болған адамдар да көп. Көп адамдар мені өлтірмекші болды. Бірақ әйтеуір Құдай жарылқап, күні бүгінге дейін аман келе жатырмын. Енді сол адамдардың аттарын айтсам, өздеріңіз таңғаласыздар. Оны айтпай қояйын. Наурыз мерекесі бұл ерекше мереке. Бұл мерекені үлкен жағдайда мемлекеттік деңгейде тойлау керек. Ал енді қазіргі жас буындарға айтарым, Наурыз мерекесін ерекше қадірлеп, ерекше қасірлеп, үлкен шаттықпен тойлаңыздар дегім келеді. Енді ата, Өзбекәлі Жәнібек атамызды айтып қалдыңыз. Ол кісінің де бұл ұлттық мүддеге қазаққа бергенін тарихтан бәріміз білеміз. Өзіңіз одан бері қарай оны жалғастырып, одан шәмшімен өстік бәріміз. Осылар туралы, қазақтың тарихындағы ұры тұлғалар туралы әңгіме айта отырсаңыз, ойыңызға келген кісілер туралы. Сартәліні мен Өзбекәліні мен Сартәлі дейтінмін. Енді Өзбекәлі Жәнібекпен де араласақ, көп мәселелер, не бір проблемалар болды ғой. Мұхтар ата, енді тарихты бәріміз білеміз. Сіздің бұл Наурызға деген ұшаң теңіз еңбегіңізді бағалаймыз. Өскелең ұрпақта бағалайды. Осы Әз Наурызға қатысты сіздің өлең шумақтарыңыз бар.
содан бір қысқаша үзінді оқып берсеңіз деген бізде өтініш. Қанша ғасыр сән берген даламызға, өзгеше бір әнедің байтақ елдің, сәлем Наурыз, сен біздің арамызға 62 жылдан соң қайта келдің. Сен ерекше жүрсің санамыздың, шаттығымыздың тасып толған, сені тойлап бабамыздың әжемнің әжесіне ғашық болған. Сен бүгін арнасысың Даракөйдің, сан көңілдің төрінен күлімдейсің. Сен менің ұлы бабам Фарабидің кешігіп елге жеткен үніндейсің. Ата, сіздің енді жас буынға, біздің сенмен болашақтың айналасында топтасқан ата-аналарға, жалпы қазақ халқына әз Наурыз қарсаңында бір батаңызды алсақ деген ниет. Наурыз мерекесінде тең келер мереке жоқ. Сондықтан осы Наурызды қазақтың кез келген азаматы тойлау керек. Бұған тең келетін мереке жоқ. Сондықтан енді мен бата беріп жүрейін. 124 мың пайғамбар, 33 мың сахаба, 99 машайықтың аруағы, Қайыбата, Қазада, Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда туған бап, ең үлкені Арыстан бап, әулие-әмбелердің аруақтары қолдасын. Барлық кезде жұлдыздарыңыз тек шындық биігін жарқырай берсін. Мен шындық биігінен көріне алмаған еркекті, шындық биігінен көрінуді мақсат тұтпаған еркекті еркек деп есептемеймін. Шындық биігінен көрінуді мақсат тұтпаған әйелді мен әйел деп есептемеймін. Сондықтан бар кезде жұлдыздарыңыз тек шындық биігінен, елдік ұлттық мүдде биігінен жарқырай берсін. Сол шындық биігінде әрдайым бас қоса берейік. Әумин. Келбетіңнен сенімнің күшін көрем, сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытымын, сағынсаң қасыңдамын, арманды дара қумаймын, құстың қос қанатындаймын, жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамын болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Бар кезде сенімен болашақпен бірге болыңыздар. Сол биікте бас қоса берейік.